Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздерге көктемнің тағамы болған саумалдықтардан пирожки жасап көрсететін боламын. Алдымен ұнымызға бір жұмыртқамызды, тұзымызды қосамыз да жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей менде қамыр дайын. Салмамызды дайындағанша қамырды бір шетке қоя тұрам. Етті, пиязды осылай табада кішкене қуырып аламыз. Пирожкиге етті қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Жай саумалдықпен, пиязбен ғана жасауға да болады бұл пирожкиді. Мінекей пиязымызды да салдым, кішкене қуырып алатын боламын. Салмамызды дайындағанша қамырымызды жаюға дайын болып қалды. Енді қамырды жаюды бастаймын. Қамырды жаюды бастамай бұрын қолымда кішкене осылай үлкейтіп аламын. Қамырдың тегіс жаюына көмектеседі. Қамырды да жайып дайындап қойдым. Енді саумалдыққа бағана қуырылған ет пен пиязымызды ыстықтай салатын боламын. Саумалдықты қуырмаймын, себебі осы ыстық ет пен пияз салынғанның өзінде езіліп әдемі болады. Саумалдықты қуырмай осылай тәсілде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Жақсылап араластырамыз бәрін осылай. Мінекей достар, саумалдықты қуырмай-ақ осы тәсілде жасауға болады. Пирожкилерімізді де теуді бастаймын. Майымызды жақсылап қыздырып аламыз да пирожкилердің бәрін қуырып аламыз енді. Мінекей достар, көктемнің витаминге бай болған тағамы да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина. Сау болыңыздар.